Ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқанын біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекский кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай ақ қойсын, Тұрсынбек Қабатов сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оның жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол нанды бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы сол сөз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтерді дегенге 100% қолмен аяғын көтеріп тұрып иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап жатқан отбасылығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беріңдер осы айтқанды.